Эдвард бөлімшесінің американдық әуе базасы көпшілікке 51-ші аймақ атауымен белгілі. Ондаған жылдар бұл құпия аймақ әртүрлі теориялар мен қауесеттерге толы болды. Оның себебі ақш бұл нысанның барын ресми түрде тек 2013 жылы мойындаған. Алайда осы кезге дейін америкалықтар да, өзге ел халықтары да Невада штатының оңтүстігінде орналасқан бұл аймақта не жасырылғаны туралы жеткілікті болжам жасай алды. Бүгінгі шығарылымызда осы құпия аймаққа қатысты ең қызық тұжырымдармен бөлісеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бірінші тұжырым. Өзге ғаламшарлық технологияларды зерттеу. 1989 жылы америкалық телеарнада Роберт Лазар есімді азамат 1988 жылы 51-ші аймаққа жұмысқа қабылданғанын мәлімдеген. Ер адам нысанның қайда орналасқанын білмейтінін, оны ол аймаққа терезелері қараңғыланған көлікпен жасырын алып келгенін айтты. Лазардың айтуынша, оны ұшатын табақтарды зерттеуге және олардың жұмыс істеу принципін анықтауға шақырған. Екінші тұжырым. Өзге ғаламшарлықтардан жауап алу. Боб Лазар скафандр киген кішкентай сұр тіршілік иесін көргенін айтқан. Бұл сөзді базада жұмыс істедім және өзге денелерден жауап алу барысында куә болдым деп мәлімдеген Виктор есімді азамат растаған. Ол тіпті ақш әскери күштері атып түсірген өзге ғаламшарлықпен ойша сөйлесуге тырысқан адамның бейнежазбасын ұсынды. Үшінші тұжырым. Өзге ғаламшарлықтардың ағзасын зерттеу. Бұл тұжырым 1990 жылдардың ортасында өзге ғаламшарлықтарға қатысты 17 минуттық фильм шыққаннан кейін пайда болған. Кадрларда ақ киімді адамдар белгілі бір жаратылыстың ағзаларын шығарып, зерттеп жатқан. Кейінірек фильм түсірушілері бұл кадрды студия түсіргенін мойындады. Алайда, оны тек шынайы оқиғаның болғанын растау үшін жасағанын мәлімдеген. Төртінші тұжырым. Адам мен өзге ғаламшарлықтардан құралған гибрид жасау. 51-ші аймақта гендер аралас гибридті жасау үшін адам мен келімсек бірге жұмыс жасауда деген нұсқа бар. Кейбір тұжырым, әскерилер өзге ғаламшарлықтармен бірге адам кейпіне ұқсас, бірақ таңғажайып күшке ие жаңа нәсіл құруда дегенге сайып келеді. Басқалары базада өзге ғаламшарлыққа қажет қосалқы органдарды өсірумен айналысады деп санайды. Бесінші тұжырым. 51-ші аймақты Пентагон құпия зерттеу орталығын жасыру үшін ойлап тапты. Кейбір теоретиктер ақш әскери күштері алыс жерде орналасқан нақты ғылыми орталықтарын жасыру үшін 51-ші аймақты ойлап тапқан деп санайды. Британиялық журналист режиссер Марк Пиллингтон барлау қауымдастығы НЛО-ның бойылуы жайлы қасақана қауесет тудырып, өздерінің шынайы тәжірибелерін бұғуда деп топшалап отыр. Ол жасырғандары тыңшы ұшақтары, қару-жарақтар болуы мүмкін. Алайда бұл тұжырымдардың қайсысы ақиқат я жалған екенін біз біле алмаймыз. Ал сіз 51-ші аймақ жайында қандай ақпарат білесіз? Пікірге жазып, лүпіл басуды ұмытпаңыз. Ғаламның беймәлім әлеміне бірге сапар шегейік.